Бүгінде еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Қарағанды, Ұлытау, Ақмола облыстарында боран соғады. Батыс Қазақстанда тұман түсіп көктайғақ болады. Жетісу облысында қар жауады деп хабарлайды Қазгидромет. Қазір жолдарда қардан тазалау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Қарқынды жүріп жатыр ма, жоқ әлде қалай екенін білу үшін студиямызға Қазавтожол ұлттық компаниясының басқарма төрағасының орынбасары Сырым Ғазизұлы Хамзинді шақырдық. Сырым Ғазизұлы, қош келдіңіз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Енді сонымен жаңа әріптесім айтып өтті, бірнеше өңірлерде қар тазалау жұмыстары жүріп жатыр деп, одан кейін боран соғатыны жөнінде айтылды. Басқа да өңірлерде, қай бағыттарда жол жабылуы мүмкін? Қазгидрометтен енді сіздер етене жақсы жұмыс істейсіздер ғой? Біз біріншіден рахмет. Енді Қазавтожол ұлттық компаниясына біз жаңағы 25 мың шақырым республикалық маңызды жолдарға жауаптымыз. Қазіргі таңда сағат 9 шамасында жай күйі бойынша бізде қазір 2 участке жабық тұр. Ол жаңағы Қордайдың жаңа асуы. Екінші бағыт ол Үшарал достықта, Көктұма мен достықтың арасында отыр. Ол жерде қазір мүлдем көрінбеушілік көрінісі байқалып тұр. Өйткені ол жерде таулы аймақ болғандықтан таулардың арасынан екпінді желдер соғады. Сол себепті қауіпсіздік мақсатында ол жерлерде жол көлік барлық түрлеріне шектеу қойылды. Ол жерге қазіргі таңда ол жерде техникалар жұмыс істеуде, алайда бірақ кептеліс болмас үшін ол жерде техникалар келетін болса, біздің жаңағы жол мекемесінің техникаларымен, жол полициясымен бірігіп, ол жерден жаңағы сопровождениемен елді мекендерге жеткізу жұмыстары жүреді. Патрулирование күнделікті әрқайым 24 сағат жүріп тұрады. Ал техника жеткілікті ма? Техника жеткілікті болсақ, енді бізде 2000-нан астам техникамыз бар қазіргі таңда. Енді нормативпен сөйлейтін болсақ, бізде 3600-ға жуық нормативті тиесілі техника болу керек. Бізде қазір 2000-нан астам бізде 1000 шақты техника бізге дефицит қазір. Ол дефицитті біз қалай шешеміз ойлаймыз? Биылғы таңда осы алдыңғы жылдар біз 50 техника, 80 техникадан жыл сайын капитализация жасап, осы компания қалып келеді. Биыл 2022-нің қорытындысы біз 379 техника 6 есе көбейтіп, қазір ол техникаларды бізге жаңағы жол бойына қоюдамыз қазір таңда. Ол жаңағы 217 бірлік жаңағы кешенді жол машинасы дейміз, ол жаңағы яғни қарды тазалайтын, құмды қоспанына тайғаққа қарсы себетін техникалар. Соны енді біз бұл бағытта жаңа министрлік ашылды, оны бізде көлік Марат Кәрімжанұлының жеке бақылауында, енді соны біз жоспарлап осы алдыңғы 3 жылда осы дефицитті жою көздеп отырмыз. Енді техниканы бір санатта бәрін жою мүмкін емес. Осы дефицитті біз жыл сайын осы планды жоспарлап отырмыз. Жоспар бар. Ал жылыту пункттары сіздерге қарай ма? Жылыту пунктлерін бар бізде. Ол осы жол пайдалану учаскелеріне тиесілі біздің бойындағы және басқа да объект придорожный нысандар бар. Олар кейбіреулер жекеменшік, кейбіреулер біздікілер де болады. Осы Қазавтожол бізге ұлттық операторымыз, бізде меншік несі автомобиль жолдар комитетіне тиесілі. Біз ол жерде жылыту пунктлері анау нелер қайта жаңарту өткен учаскелерде көп қарастырылған. Ол мысалы Астана Павлодар, Астана Қарағанды, Астана Көкшетау деген осы жаңа бағыттар бойынша осы жылыту пункттері салынған болатын осы 2015-16 жылдар аралығында. Жаңа Қордай деп айтып қалдыңыз, енді соған қайта оралайықшы. Жамбыл облысында алдында қатты боран соққан кезде көліктерді қар басып қалғанында көрдік, сол қалып қойған. Қазір ол жақтағы жағдай тұрақталды ма? Жағдай бойынша әлде қар жауып тұрған шамалар бар, бірақ енді 13 желтоқсан мен 15 желтоқсан арасында болғандағындай емес қазір ауа райы. Ауа райы 15 желтоқсан күні тұрақтап, сағат 10-ның шамасында, мен ол жерге өзім жеке бардым, сол кезде орнына хабарлама отын. Сағат 10-ның шамасында 14-нен 15-не қарап, сол кезде мен өзім болған кезде өзіміз қалып, желдің екпінін көрдік, 40 метр секунд жаңағы техниканың өзі жүре алмайды, жол тазалайды. Өйткені көрінбейді, алдында көрініс мүлдем жоқ болды, мүлдем. Таулардың арасында. Ол жаңағы айтатын болсақ, Машат пен Түлкібас Түркістан облысында. Сосын ол енді жаңағы құйық жаңағы суы бар. Қайнар мен Қордайдың арасында жаңа Қордай асуы, Отар мен арасында сол жерлерде қаралып қалу фактілері болды. Ол жерде айтатын болсақ, енді халықтар
жолды шектеген кезде біз әдейі елді мекендерге шектедік, жолдар шығып кетпесін деп. Бірақ енді біраз қиыншылықтар болды, жаңағы енді келу тыңдамай второстепенный жолдардан шығып кетіп, жолдың жабықтығына қарамастан жаңағы барып учаскеге барып тұрып, өздерін қауіп қатерге салып, енді қатерге және біздің техника барамау үшін, жолдар жабу үшін енді біраз қиыншылық тұрды, оған қарамастан адам шығаны жоқ. Адамдар бәрі уақытылы құтқарылып, енді қазір сол жаңа қордай бойынша қазіргі жай-күй бойынша тазаланды, және біз оны кеңейту жұмыстарымен жұмыс істеп жатырмыз. Қардың көптігі енді 50 шақырымдық жаппай 4 полосан барлығын қар алды ол жерде, таудың арасында. Ол жерде техника күн-түні істеп жатыр қазір. Жалпы Қордай асуының жолы өте ауыр, жаңа жол салынды. Осы ескертуді елемей жолға шығып кететін жүргізушілерге қандай да бір шара қолдану керек па? Енді ол біз Қалай ұлттық компания уақытын біздің құзыретімізге келмейді ол шара қолдану. Оны біз енді жол жабу мәселесі тек қана заң жүзінде осы жолдың баланса жаңа қожайынды деп айтайық енді жалпы жабу керек болды, бірақ ол мынандай келісімдер болды, жаңағы полиция департаментінің өкілдерімен, төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдерімен, осы жергілікті облыстағы өкілдер бірімен келісіп шешім қабылданады, жабылады, жабылмайтын тұрады. Енді жаңағы шара қолдану енді әкімшілік хаттама толтыру, тағы да басқалар, енді ол полиция департаментінің құзырында деп ойлаймыз, енді ішкі істер министрлігінің. Елімізде ақылы жолдар бар. Осы ақылы жолдардың бойында тұратын тұрғындар жиі айтып жатады, ақы төлейтін жол болғаннан кейін ол неге тез тазаланбайды дейді. Ақылы жолдар бар ғой елімізде, мысалы Астана мен Бурабайдың бойында. Сол ақша төлеп отырмыз, неге бұл жолдар тез тазаланбайды дейді. Тез тазаланбайды дейді. Енді айта кету керек, мысалы Астана, Теміртау, Астана, Көкшетау бағыттар, Астана, Павлодар бойынша ол жерде оңтүстік өңірлерге қарағанда тез тазаланады деп ойлаймын. Бұл жерде адамдарды, жұмыскерлерді ол жерге бейімделген бұндай нелерге. Енді оңтүстік өңірде ол аномальный ауа райы болып та есептейміз ол жерде біріншіден. Екіншіден, бізде өз нормативтік уақыттар бар. Мысалы, ауа райының жаңағы тұрақтанғаннан кейін 12 сағаттың ішінде жол ашылуы керек. Сосын барып, жаңағы кеңейту, жаңағы тайғаққа қарсы кешенді түрде жұмыстар істелу керек. Оны айта алмаймыз, өйткені жаңағы оңтүстіктің орнында сағат 10-нан болады. 10-ның кезінде, 10 мен 11-дің кезінде жағдай тұрақтала бастады. Сағат түнгі 10-да 12 сағат ішінде жол ашылды. Сырым Ғайызұлы, енді ақылы жолдарды айтып қалдық, қысқа нұсқа жауап берсеңіз, енді осы сұрақты біз қаузаймыз дегенде көрермендердің тарапынан мынандай да сұрақтар келді. Неліктен мысалға Астана мен Бурабай арасындағы жолдың сапасы жақсы да, ал біз ақша төлеп жүретін сондай баламалы жол Астана Қарағандының ортасындағы жолдың сапасы нашар дейді. Ойқы-шойқы, кейбір жерлерде жолдың түсіп кеткенін байқаймыз дейді. Осы жолдар жақын арада жоспарда бар ма? Жөнделетін, орны толтырылатын жөнінде? Рахмет, ол жаңағы бізде енді ол жұмыста біз өзіміз білеміз ол проблемаларды. Ең бірінші жаңағы түсіп кеткен деген просадка деп айтамыз біз оны. Ол жаңағы көпірлердің маңайларында, соны біз енді жаңағы Каздорный деген мекеме бар, тағы да басқа шетелдік бір технологияны ойлап бізге көрсетіңіздер, біз сондай салайық деп мысалы. Енді ол жаңағы Астана Бурабайда да бар ондай жерлер. Көп емес екінде. Оларды біз жөндеу келесі жылы қарастырып отырмыз. Осы жаңа орташа жөндеу немесе ағымдағы жол жөндеумен именно жаңағы просадкаларды жоюға. Өйткені көрермендерден көп келген сұрақ екен. Біз ол жерлерге арнайы жол белгілерін қойып қойдық, шектеу қойылатын, бағыттап тұратын. Демек, келесі жылы жөндеу басталады. Жақсы, енді Сырым Ғайызұлы уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, енді осы жолдар жөнінде, олардың жағдайы жөнінде айтып бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Мен тағы бір мәрте естеріңізге сала кетейін, құрметті көрермен, бізде қонақта болған Қазавтожол ұлттық компаниясының басқарма төрағасының орынбасары Сырым Хамзин болатын.